Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен бірге творожный пирог дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен керек заттарымызды дайындап аламыз. Мен сіздерге керек заттардың тізімін астына жазып қоямын. Ұнымызды міндетті түрде електен өткіземіз. Сап-салқын сары майымызды үккіштің көмегімен ұнға аунату арқылы үккіштен өткізіп аламыз. Майымыз міндетті түрде салқын болу керек. Майымызды ұнға ауната отырып үккіштен өткізсеңіз, тезірек және де ерімей өтетін болады. Ұнымызды қолымызбен жақсылап крошка жасаймыз. Осылай майымыз бен ұнымыз араласады. Енді осының үстіне сахарный пудрамызды саламыз. Сахарный пудра қосқандарыңыз жақсы, өйткені бізде песочный тесто жасаймыз. Песочный тесто болғандықтан сахарный пудра жақсы үйлеседі. Енді оған 1 шай қасық қосытқышымызды және жұмыртқамызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеген соң жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Ал мына жерде сүзбе және де мындай президент 20% қаймақ болуы шарт. Өйткені қаймақтың қою болғаны дұрыс. Сүзбемізге қаймағымызды, шекерімізді және де жұмыртқаларымызды салып, блендердің көмегімен езіп аламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, жай ғана миксермен болмаса қолмен араластырсаңыздар болды. Бастысы бұлар бір-бірімен араласу керек.
Енді холодильниктен тесталарымызды алып, осылай екі бөлікке бөлдім. Менде 22 және 20 диаметрлік екі тестаға бөліп жасаймын. Ал егер сіздерде 26-лық немесе 24-лік форма болатын болса, соған бір форма қылып жасай берсеңіздер болады. Мен осылай жасадым. Қамырымызды екіге бөліп алып, тапамызға ешқандай май, ештеңе жақпай, осылай жұқалап, қамырымызды жайып шығамыз. Қамырларымыз өте нәзік, қолға жабыспайтын, осындай әдемі қамыр шығады. Екі формамызға бөліп алып, мен осылай жазып шықтым. Қамырымызды жақсылап орналастырып болғаннан кейін үстіне салмаларымызды саламыз. Осылай екіге бөліп салмамызды салып, үстіне ягодаларымызды саламыз. Егер сіздерде ягодалар болмайтын болса, қоспай қойсаңыздар болады. Пирогты 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Біздің пирогтарымыз пісті. Пирогтарымызды бөлме температурасында толықтай суытып алып, барып қалпынан шешеміз. Пирог өте нәзік болады және арасы әдемі піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер.